сен қазір қанша адамдарға жақсылық жасасаң да, 5 тиынға керек емес те Алланың алдында. Ата-ананың разылығын алмағанша. Өйткені ата-ананың разылығы Алланың разылығы да. Мысалы, күніне 1 рет емес, мысалы, аптасына сен хотя бы 1 рет хабарласасың ба ата-анаңа? Ұятты. Сен ата-анаңа соңғы рет қашан сыйлық жасадың, айтшы маған? Жасадың ба? Түріңнен көріп жасаған жоқсың да. Мешітке келесің, Алла разы болсын, көмектесесің, Алла разы болсын. Бірақ соның барлығы ата-анаңа жақсылық жасамай, ол қабыл емес. Сол сен қазір қанша қызмет жасасаң ата-анаңа, ертең сенің ана кішкентай балапаның, кішкентай балаң сенің көргеніңді жасайды да. А сен қазір тіпті хабарласпайды кетеді екенсің да. Түсіндің бе?